Сәлеметсіңдер. Алдыңғы видеоларда біздер химиялық формула бойынша есептерді қалай шығару керек екенін таныстық. Ал енді бүгіннен бастап біздер үлкен тарауға кірісеміз. Ол қосылыстардың химиялық формуласын анықтауға арналған есептер. Бүгін бізде тақырыбымыз элементтердің белгілі мольдық қатынастары бойынша заттың формуласын табу. Біздер эмпирикалық формуладан бастаймыз. Қосылыс құрамындағы элементтердің мольдық қатынастары заттың эмпирикалық формуласындағы индекстердің қатынасына тең болады. Біріншіден, біздер эмпирикалық формуланың анықтамасын еске түсірейік. Химиялық қосылыстың эмпирикалық немесе жай формуласы молекулаға кіретін элементтер атомдарының абсолюттік санын емес, олардың арасындағы қатынасты ғана көрсетеді. Біздер мынадай алгоритммен пайдаланамыз. Қосылыс құрамындағы әр элементтің зат мөлшері белгілі болса, біздер элементтердің өзара мольдық қатынастарын есептеу арқылы қосылыстың эмпирикалық формуласын анықтаймыз. Мынандай есеп. Құрамында 0,52 моль көміртек, 0,100 моль сутек және 0,17 моль оттек болатын заттың эмпирикалық формуласын табыңыз. Ең бірінші біздер зат мөлшерлерін жазып шығайық. Көміртектің, сутектің және оттектің. Назар аударам балалар, зат мөлшері мында ню деген әріппен белгілейміз. Міне біздер зат мөлшерін жазып шықтық. Осыдан кейін біздер осы элементтердің арасындағы көміртек, сутек және оттек атомдардың арасындағы мольдық қатынастарын табуымыз керек. Мольдық қатынастар дегеніміз олардың зат мөлшерінің қатынастары міне. Сонымен 0,52 моль көміртекке, сутекті 0,103 молі, оттекті 0,17 молі келеді екен. Бірақ заттың молекулалық формуласында атомдардың санын біздер бүтін сандармен өрнектейміз. Сондықтан бүтін сандарға көшу үшін осы үш санның ішінен ең кіші санды таңдап, сол санға қалған сандарды бөлеміз. Ең кіші сан 0,17. Осы санға көміртектің, сутектің және оттектің зат мөлшерлерін бөліп шығайық. Сол кезде біздер мынандай қатынасқа ие боламыз. Бұлар да бөлшек сандар. Жоқ, шамамен 3, 6, 1 деген қатынасқа ие боламыз. Бұл қатынас не көрсетіп тұр? Бұл мольдық қатынастарды көрсетіп тұр, немесе атомдардың санын көрсетіп тұр. Оттектің 1 атомына, көміртектің 3 атомы, сутектің 6 атомы келіп тұр екен. Немесе біз оны эмпирикалық формуламен өрнектейміз. С3H6O. Енді келесі есепті шығарып көрейік. Құрамында 3,92 моль көміртек, 5,99 моль сутек және 2,94 моль оттек болатын заттың эмпирикалық формуласын табыңыз. Алдыңғы есепте пайдаланған алгоритм арқылы шығарамыз. Әр элементтің зат мөлшерін жазамыз. Алгоритмнің келесі сатысы осы элементтердің арасындағы мольдық қатынастарын табайық. Ню көміртек, ню сутек, ню оттек. Бұл мольдық қатынас осы элементтердің зат мөлшерінің қатынастарына тең болады. Енді атомдардың санын біздер бүтін санға айналдыруымыз керек. Ол үшін мынау мольдерін ең кіші сандарға бөлеміз. Ең кіші санымыз 2,94. Жоқ, шамамен 1, 2, 1. Көміртектің 1 атомына сутектің 2 атомы келеді және оттектің 1 атомы. Енді біз эмпирикалық формуласын жазайық. CH2O.
мына есепті балалар өздеріңіз шығарып көріңіздер. Сонымен бүгін біздер элементтердің белгілі мольдық қатынастары бойынша заттың эмпирикалық формуласымен таныстық.